Саламатсыздар ма оқушылар, 6 сынып математика кітабының 1109 есебін шығарайық. Координаталық жазықтықта ұштары А және Б нүктелері болатын А, Б кесіндісін сызыңдар дейді. Ендеше біз алдымен мына жердегі тұрған координатаға А және Б нүктесін белгілейік. Алдымен А нүктесін белгілейтін болсақ, X-іміз -3, Y-іміз 2 деп беріліпті. 1, 2, 3. Бұл біздегі X, ал Y-іміз 2 деп берілген. 1, 2. Бұл А нүктесі. Енді Б нүктесін белгілейтін болсақ, 2 және 5. X-іміз 1, 2, Y-іміз 5. 2, 3, 4, 5. Бұл Б нүктесі. Енді осы екі нүктені қосып біз кесінді сызамыз, қосқан кезде кесінді болады. АБ кесіндісін абсциссалар осіне қатысты симметриялы А1, Б1 кесіндісін сызыңдар дейді. Енді осыған біз симметриялы кесінді сызады екенбіз. Мына жерде енді былай жазамыз. Мысалы, мына жерде X-іміз -3 болды. Енді мына жаққа 3-ті белгілейміз. Қосу 3-ті. А нүктесін белгілеген кезде біз -3 пен қосу 2-ні белгілейміз. Енді симметриялы деген қарсы суретін сызу үшін қосу 3 пен -2-ні белгілейміз. Мынау қосу 2 болса, Y-іміз -2 мына жерде міне. Мына жерде болады. Бұл біздің А1. Енді Б нүктесін Б1-ді белгілеу үшін X2, Y5 болған. Енді X-іміз -2-ні белгілейміз. Y-ге 5-ті қарсысы -5-ті белгілейміз. 3, 4, 5. Мынау бізді Б. Енді осы екі нүктені қосамыз. Бұл Б1 болады. Сол кезде А-Б кесіндіміз А1, Б1 кесіндісіне симметриялы болады. Мына жерге жазайық. А1 нүктесі X3, Y-і -2 болды. Ал Б нүктесі X-і -2, Y-і 5 болды. Осылай жаза саламыз, ешқандай қиындығы жоқ. Назарларыңызға рахмет. Есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп коммент қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар.